Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті YouTube көрермендерім. Менде бүгін осындай үлкен 46 санына тапсырыс түсті. Сол тапсырысты сіздермен бірге бөлісе отырып жасаймын. Бұл торт Whoopie Pie торты, ерекше хит болған кезіндегі торттардың бірі. Ал енді қандай фишкалары бар екендігін сіздермен қосымша осы YouTube каналында толықтай бөлісетін боламын. Тортқа қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып қоямын. Бұл жерде мен бірден 2 порцияға жасап жатырмын, яғни 4-ті де 6-ны да осы бір жасаған қамырдан шығарамын. Бұл торттың ерекшелігі, ең бастысы, миксердің қажеті жоқ. Жай ғана осындай венчикпен де араластырып жасай беруге болады. Және де мен мына жерде майы мен шоколадты ертіп алып, жылы күйінде қосып жатырмын. Ұнымыз бен какаомыздың арасында қамыр қопсытқышы бар, яғни разрыхлителіміз бар. Сол разрыхлитель мынау жылы массаға түскен кезде тез көтерілетін болады. Толықтай дайын болған қамырды қоюға ыңғайлы болу үшін кондитерлік салафанға салып, алдын ала дайындалып қойған шаблонымыздың үстіне құйып шығамыз. Қатты сұйық емес қамыр, тым қатты да емес, орташа осындай қоюлықта болады. Бірақ сонда да бұл қамыр қазір піскен кезде кішкене жайылады. Қажетті санды сызып болғаннан кейін санның бетін кішкене тегістеп жібереміз. Бұл міндетті емес, бірақ кейбір жерінде қамыр сәл аздап құйылып, кейбір жерінде кішкене көбірек құйылып кеткендіктен бір тегіс болу үшін осылай түзіліп шықсақ та болады. Бұл бисквитіміз 5-7 минуттың арасында піседі. Әркім өз пешінің қызуына қарайды. Бірақ күйіп кетпес үшін бақылап тұрғандарыңыз жөн. Сандар пісті. Енді қараңыздар, мына осыншалықты жайылған. Сол себептен бізге қажетті форманы үстіне шаблонды қойып, қайтадан осылай кесіп алып шығамыз. Ыстықтай кесіп алып, осы күйінде қойып қоямыз. Содан кейін толықтай суып болған кезде ғана барып, мынау пергаменттен алатын боламыз. Енді креміне келетін болсақ, менде 33% таза сливки және де қант ұнтағы. Мына жерде менде творожной сыр мен калия сыры араласқан 2 түрлі сыр және ортасына осылай қосып отыратын таза шоколад, бельгийский шоколад қолданып жатырмын. Бұның дәмі өте керемет. Сливкиді кішкене қоюлатып алғаннан кейін барып сырымызды қосамыз. Сосын сырмен біраз араластырғаннан кейін соңында қант ұнтағын салып, кремімізді толықтай дайындап аламыз. Крем формасын жақсы ұстай алатын, яғни өте тығыз, плотный крем болып шығу қажет. Міне осындай крем болады. Қараңыздар, формасын өте әдемі ұстап тұр. Және тортымызды ең бірінші подложкамызға қоймастан бұрын астына кішкене осылай крем төсеп шығамыз. Себебі торттың салмағы ауырлаған сайын ол жылжып кетуі мүмкін. Сондықтан кез келген тортты жинайтын кезде міндетті түрде ең бірінші корждың астына кішкене крем жағып жіберу қажет. Бұл бисквитке мен ешқандай пропитка жасаған жоқпын. Себебі бұның құрамында онсыз да майы көп болғандықтан, яғни сары майға жасалатын болғандықтан пропитканы аса қажет етпейді. Влажный бисквиттерге ешқандай пропитка жасаудың қажеті жоқ. Кремді орналастырып болғаннан кейін ортасына кішкене орын қалдырамыз, яғни бұл жерге біз қазір шоколад құйып шығамыз. Whoopie Pie'дің ең нағыз фишкасы осында. Яғни мынау бисквит пен крем және де шоколад үшеуінің үйлесімінде. Мен осы уақытқа дейін YouTube'дан қанша көріп жүрсем де, осындай Whoopie Pie сан тортының ортасына шоколад құйғанын көрмеппін. Сол себепті дәл осы рецептпен осындай жолмен жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде комментарияға рахмет сөзін жазып кетіңіздер. Өте дәмді, өте ерекше болып шығады торттарыңыз. Және каналға да тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қалған бөліктерде осылай кезекпен жинай береміз. Мына жерде қарасаңыздар, мен кішкене екінші коржикті алатын кезде ыстықтай алып қойып, осылай сындырып алдым. Сол себептен бұл коржикті мен торттың ортасына жіберемін. Яғни ортасында торт білінбей қалады. Егер не астына, не бетіне қойсаңыздар, онда ол білініп ажырап кетеді. Сондықтан осындай кішкене сынып қалған коржик болса, онда міндетті түрде оны торттың ортасына жинап жіберуге тырысыңыздар. Ал енді ең бетіне міндетті түрде тағы да шоколадты жағып шығамыз.
Бисквитті жұқа құйғандықтан 3 қатардан болып шықты. Қаласаңыздар 2 қатар етіп қалың құйсаңыздар да болады. Міне 2 санда дайын болды. Екеуінде осылай шоколадпен жасап шықтым. Қазір енді мына кремді мен түгелімен кетірдім, алған порциядағы кремді. Енді бетіне бөлек крем дайындап жатырмын. Бетіне сәндеу үшін осындай дайындап алған кремді кішкене жартысын ағын алып, жартысын көкке бояп, 2 түрлі түсте крем шығарамын. Насадка номері 333, крученная роза, және де 354-ші открытая звезда насадкасын қолданып жатырмын. Сәндегенде әркім енді өзінің қалауынша кез келген нұсқада сәндесеңіздер болады. Мен ең оңай жолында сәндеп жатырмын. Қаласаңыздар тек қана жемшіште қойып сәндеңіздер, қаласаңыздар басқа әйтеуір әркімнің өзінің фантазиясына қарай. Өзім осы нұсқаны таңдадым, сондықтан да қайталайын десеңіздер өз еріктеріңіз, қайталамайын десеңіздер де өз еріктеріңіз. Бірақ мына торттың өте дәмді болатындығына мен 100% кепілдік беремін. Себебі мен бірінші рет жасап тұрған жоқпын. Сіздерге де жасауға да кеңес беремін. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар. Пікірлеріңізбен міндетті түрде бөлісіңіздер.